يا من يرى يا من يرى يا من يرى Azan KZ İslamдық порталы ұсынады. في ظلمة الليل البهيج. Шейх Абдул-Маджид. Анасы құтқарған сахаба. Сахаба Әл-Қаманың, Алла оған разы болсын, өлім аузында жатқан кезі болады. Ол әйелін пайғамбарға, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын жібереді. Әйелі Алла елшісіне, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын барып, менің күйеуім хал үстінде жатыр, оған сіздің көмегіңіз қажет дейді. Ол кезде пайғамбардың қасында Әли, Аммар, Сәлман және Біләл, Алла баршасына разы болсын отырған болатын. Сонда пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын сахабаларына былай дейді: барып, жағдайды барлап қайтыңдар. Содан соң маған келіп, істің мән-жайын айтып беріңдер. Олар сахабаның үйіне барса, оның жаны қысылып, калима шахадасын айта алмай жатыр екен. Бірақ ол туралы шаддидул иджтихад, яғни құлшылыққа өте зейінді деген мәліметтер бар. Ол Аллаға әбден титықтағанша талмай құлшылық жасап, бойұсынушылық танытатын болған, оның жасаған ғибадаттарының саны жоқ. Сондай-ақ садақаны да көп бергені сондай, қайырымдылыққа жұмсаған дүниелерінің саны мен салмағын өзі де білмейді. Сондай ғибадатты көз алдыларыңызға елестетіп көріңіздерші, біз олай ғибадат қылмаймыз. Бірақ ол адамдар ештеңеге қарамастан құлшылық етуден шаршамайтын болған. Сөйтіп оның айналасында тұрған 4 сахаба Әл-Қамаға шахаданы айт дейді. Айтқызу үшін қолдарынан келгеннің бәрін істейді. Десе де ол калиманы айта алмай қояды. Али, Аммар және Салман үшеуі Біләлді пайғамбарға оған Алланың игілігімен сәлемі болсын жіберіп былай дейді: оған жағдайды баяндап бер. Әл-Қама осы халде дүниеден озса, Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын дінінсіз жан тапсырама деп қорқамыз. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын осында келсін. Осылайша Біләл пайғамбарға оған Алланың игілігімен сәлемі болсын келіп, Әл-Қаманың қасында адам бар екенін айтады. Сол кезде пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын оған бар да оның анасын жылдам ертіп кел. Ал егер анасы келе алмаса, оған өзіме қуана барамын да бір өтінішімді айтамын. Оны тез ертіп кел. Оның үйі ұзақ емес болатын. Әйтпесе пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын оларды әурелемес еді. Қысқасы Біләл Әл-Қаманың анасына барып жағдайды түсіндіріп пайғамбар онымен сөйлесіп бірнеше сұрақ қойғысы келетінін жеткізеді. Анасы қуана келісіп пайғамбарға келеді. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын оған: мен саған бірнеше сұрақ қоямын, шыныңды айт. Маған Алладан вахи түсіп жатыр. Сенің маған шындықты айтқаның қажет. Әл-Қама екеуіңнің араларыңдағы қарым-қатынас қандай дейді. Сонда ел: ей Алланың елшісі, оның намазына ешқандай шағымым жоқ, оразасына да шағымым жоқ, берген қайыр садақасына шағымым жоқ. Өйткені оның зекетке көп шығынданатыны соншалық, қанша садақа бергенін өзі де білмейді. Бұл нәрселерге қатысты оған наразылығым жоқ, бірақ бір жағдай бар. Ол маған құлақ асуы керек болған мәселелерде әйелінің айтқанын тыңдайды, сол ғана. Әл-Қаманың сол сәтте калима шахадасына тілі келмей жатқандығына анасының ашуы себеп болған екен. Сонда пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын қасындағы сахабаларына қарап былай дейді: барып маған көп отын әкеліңдер. Көп отын әкеліңдер. Дәл қазір біз оны өртейміз. Мұны естіген Әл-Қаманың анасы: ей Алланың елшісі, сен менің бауыр етім, баламды жанымнан артық көретін ұлымды көз алдында өртемекпісің деп сұрайды. Бұған пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай деп жауап береді: оның ақыретте бұдан әлде қайда қатты лаулаған отқа өртелуіне жол бергенше қазір өртегенім жақсы. Сонда Алла оны кешіреді. Анасы біраз ойланып тұрып тіл қатады: ей Алланың елшісі, мен бәрін ой елегінен өткіздім, бүгін оны Алла разылығы үшін кешіремін, оған енді ризамын. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын Біләлға бұрылып: бар енді көріп кел дейді. Алланың атымен ант етейін. Біләл үйге жақындап қалғанда Әл-Қаманың ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах дегенін естиді. Ол пайғамбарға оған Алланың игілігімен сәлемі болсын қайтып келіп көргенін айтып береді. Барлық мақтау мадақ Аллаға тән, әлхамдулилля. Ол калима шахадан айтқандықтан оған қауіпсіздік қамтамасыз етілді және оның ажалы дәл сол шахада сөздерін айтып жатқанда келді. Содан кейін пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын сахабалардың айналасына жиып былай деді: сендерге бір нәрсе айтамын, мұқият тыңдап алыңдар. Әке шешесіне қиянат жасайтын, ренжітетін немесе тіл тигізетін адам Алланың қарғысына ұшырайды. Алла барлық кемшілік атаудан пәк, субханалла. Осылайша пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын ондай адамның парыз намаздары да, нәпіл намаздары да Алла тарапынан қабыл болмайтынын ескертіп өтті. Бұл Мұхаммед пайғамбардың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын бекем айтылған сөздері.